Сенсорлы қайта оқыту терапиясы бұл зақымданған миға адамның жоғалтқан сезімдерін қайта үйрететін терапия түрі. Мұнда ми сол сигналдарды қабылдап, бейімделетіндей етіп оқытылады. Егер бұл сәтті өтсе, науқас қалыпты адамға қарағанда өзгеше түрде болса да, тітіркендіргіштерді сезіне бастайды және осылайша асқынулардың алдын алады. Мысалы, бұл терапияны қарапайым түрде бастауға болады. Әртүрлі заттарды үстелге қойып, науқастан көзін жұмып, сол заттарды қолмен ұстап көруін сұрайсыз. Ол стакан Velcro, қағаздың бір бөлігі немесе апельсин болуы мүмкін. Сосын ұстап тұрған затын сезінуге тырысып, кейін көзін ашып, шынымен не ұстап тұрғанын көреді. Сондай-ақ үстелге піспеген күрішті ыдысқа салып, оның ішіне әртүрлі заттарды жасырып қоюға болады. Содан кейін науқас тағы да көзін жұмып, сол құрғақ піспеген күріштің ішінде қолмен араластырып, қандай затты ұстап тұрғанын анықтауға тырысады. Сол сияқты температураны, суық пен жылы сезімдерді де жақсартуға болады. Ол үшін сулы сүлгіні пайдаланып, оны науқастың зақымданған қолына немесе аяғына қою керек. Содан кейін тағы да суық пен жылылықты қалай сезетінін және бұрын дені сау кезінде қалай қабылдағанымен салыстырып көру керек. Сондықтан бұл ұйып қалу белгілерін жақсартуға, сол арқылы науқастың сезімдерді қабылдауын арттыруға және өмір сапасын жақсартуға көмектеседі.